Қайырлы күн баршаңызға. Күріш ұнынан псилиумсыз, дрожжсыз, глютенсіз нан жасаймыз. Айранымызға күріш ұнын қосып, екеуін жақсылап араластырып, 6 сағатқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Егер асығыс болса, 2 сағатқа қоюға болады. Осылай екеуін жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Менде 3 сағатқа қойдым. Енді осының бетіне бір жұмыртқамызды, одан кейін ас содасын, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен оливковое масло құйдым, 2 ас қасық, бірақ бұның орнына сары май салсаңыздар болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Печкамызды алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Одан кейін кез келген формаға құйып пісіріп аламыз. Беті толықтай қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде нанымыз дайын, толықтай суытып барып кесеміз. Арасы кескенде осылай жақсы пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Күріш ұнын жасаймыз. Алдымен күрішті түнде жуып, тазалап, осындай ыдысқа қойып кептіреміз. Одан кейін азанда жартысын алып, блендерден өткізіп, майдалап аламыз. Күріш ұнын кәдімгі эко-магазиндерден алсаңыздар да болады, болмаса осылай үйде жасауға да болады. Осылай блендермен айналдырып, ұн шығарып аламыз. Одан кейін осындай ыдысымызға ситадан жаңағы блендерлеген ұнымызды осылай өткізіп аламыз. Арасында майда түйіршіктері ажыратып алу үшін. Бізде дайын болып қалды. Күріш ұнынан блини болмаса, осындай без глютен нандар жасауға өте ыңғайлы. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз.